Алайда ергешпай денелі алып болып өседі. Ауылда қандай ауыр жұмыс болса, сонда ергешпай жүреді. Кейінгі жылдары сиыр бағып бадаш атанады. Үйі жоқ, күйі жоқ. Құлағы ашылған соң ергешпайдың сөзі де есі де түзеліп кетті. Сонымен әпкемнен хабар болмады. Мен ол әперген киімді сықия киіп, сөмкемді ұстап мектепке бардым. Менімен бірге әлім мен Мейрам да барды. Уақыт сырғып өте берген. Сабақтан кейін күнде атам мен әжеме соқамын. Ол кісілер мен келгенде кәдімгідей серпіліп қалады. Қанша білдіргісі келмегенмен атам мен әжемнің жүздерінен көңілсіздікті байқаймын. Жақсы көрген әпкемнің соншалықты хабарсыз жатқанына кейде өкпелеп қаламын. Неге үйтті екен? Мені сағынбаса да атам мен әжемді аясашы, қайда жүргенін айтып, ең болмаса хат жазашы деп ойлаймын. Оңашада ойласам көзімнен жас атып кетеді. Күн райы да менің көңілім сияқты. Аспанды қалың бұлт торлаған. Анда-санда тырс-тырс тамшылар тамып қояды. Күз айы ғой бұл. Әпкемді ойлап сағынып келемін. Жаңа клубтың алдында өтіп бара жатқанда көз алдымнан бұлдырап кеткен. Сөмкем ап-ауыр. Әпкем осыны алдын ала ойласа керек, арқама асып қоятын сөмкені әперіпті. Сонда да зілдей. Әнеу тұрған қызыл шатырлы кішкентай үй әпкемнің үйі. Мен сонда беттедім. Асығу керек. Мені атам мен әжем күтіп отыр. Әнеки үйдің алдында атам шықты. Маған қолын бұлғады. Бұрын бүйтпейтін, не болып қалды екен? Әлде әпкем келді ме екен? Келсе неге менің алдымнан шықпайды? Осындай сауалдар мазалағанмен асығып келемін. Келдің бе Тайыржан? Хат келді әпкеңнен, деді атам асыға әрі қуана сөйлеп. Оқышы, дейді атам мен әжем қабаттаса. Мен қайбір жетістіріп оқиын, әріптерді жаңадан үйрендім ғой. Әріптердің басын құрай алмай әбден берекем кетті. Тер одан да бұдан да ақсын. Қанша тырыссам да бір-екі сөйлемнен ара салмадым. Атам мен әжемнің тықырши бастағанын біліп отырмын. Ақыр болмаған соң көрші үйдің менен ересек қызын шақырып келдім. Мейлі, оқи алмасам кейін оқимын, келесі хатын оқимын. Әйтеуір әпкем аман келсе екен. Мені сұрапты. Сұрағанда қалай оқып жүргенімді, сөзінің аяғында жақсы оқысын депті. Ал өз жатақханада орналасыпты, құрылысшы болыпты. Енді әлім жамандап көрсін. Тағы да анау-мынау құрылысшы емес, теледидардан күнде көріп жүрген үлкен-үлкен үйлерді салады. Қуанып жүрдім. Осыдан кейін-ақ әпкемнен жиі-жиі хаттар келіп тұрды. Алғашында апам кішкентай етіп үлгі хат жазып берген. Соны бос уақытымда әзер көшіремде әпкеме жіберемін. Кейбір әріптерді үйреніп жазатын болған соң, бұл көшіргіштігімнің әбестігін біліп, өзімнің ойымды ғана жазатын болдым. Дегенмен қай хатым болса да былай басталатын. Алтыннан қымбатты, қорғасынан салмақты жан әпкем. Уақыт сырғи берді. Bir күн атам мен әжемнің үйіне келсем, біреу гүрсілдетіп отын жарып жатыр. Қараймын, таныс кісі болғанда өзімнің құлағы қайта естіген ергешпай дәу мені көріп ыржия күлді. Сабағың қалай, Тайыр, деді сап ұзын темір балтаны дөңбек ағаштың шекесінен тәкесімен қадап. Анадай жерде қалт тұрып қалдым. Сескенсем керек, үндемедім. Қорықпа, Тайыр, мен ергешпай. Тіпті сен түгілі менен сиыр да қорықпайды. Қайта олар мені жақсы көреді. Сен сиырдан да қорқақсың ба немене, деді маған алдақандарын жайып. Жоқ, дедім мен жұлып алғандай. Қараша менің қарауын. Мен бәрібір қорықпаймын деп ойладым. Батыл адамдап ергешбайға қарсы жүрдім. Ол маған қарай аңдады. Мінекей, дедім, ол балаша қуанып. Кел, Тайыр, бұдан былай дос болайық. Тәлтие тұра қалдым. Сұрасам ба, сұрамасам ба деп ойланып тұрмын. Жоқ, сұрау керек деп шештім. Сен тек шыныңыз айтыңыз, күміс әпкем жақсы көресіз бе? Жұрт солай деп айтады деп кекештеніп. Оң қолын маған ұсынып келе жатқан ергешбай да қалт тоқтай қалып желкесін қассын. Мен бұл сұрақты күтпегені көрініп тұр. Жақсы көресіз бе дейсің, ә? Деді ол кібіртіктеп. Сонан соң, шын жақсы көремін, Тайыр. Сенен несіне жасырамын? Әттең күміс әпкең мұнда болғанда құлағым естімейтін. Енді келер ме, келмес пе? Қалада орналасқан адам даланың адамын менсінер ме? Деді ол түбіртекке сылқ етіп отыра қалып. Мен мұны ергешбайдан күткен жоқ едім. Біз сол күні сол жерде бірі алып, бірі шынашақтай ғана екі адам мәңгілікке дос болдық. Ергешбай сәлден кейін қойын қалтасынан әлдебір түйіншікті суырып алды. Асықпай бипаздап оны жайды. Ең соңында қағазға құптап оралған суретті маған көрсетіп, бұрымын алдына салған күміс әпкем. Таңданып қалдым. Ергешбай жымиып отырып, жомартпен кездескенін, оның осы суретті қақ бөліп жырып тастағанын жырғылап айтып берген. Кел, қайта орал, дедік. Бәріміз әпкеме хат жазып. Ол оралған жоқ. Бәлкім ол ергешбайдан да мықты жігіт тапты ма екен. Шіркін әпкем менің досымның қандай жақсы адам екенін білмейді ғой. Келіп көрсе ғой шіркін. Бірін-бірі жақсы көрсе, әпкем де ергешбай да бақытты болар еді. Неге екені келмейді екен жан әпкем. Бізге өкпелі ме соншама? Оның неге келмейтінін біз әрине кейін білдік. Ол білгеніміз тым кеш еді. Ергешбай атам мен әжемнің үйінен шықпайтын болды. Бұрын әркімнің үйіне бір қолын жүретін ол енді тұрақты үй тапты. Атам да әжем де оны кеудесіне итермеді. Ергешбай пысық та еңбекқор екен. Алқа-салқа қораны бұзып тастап тамаша қора соқты. Сылағы түскен үйді қайта-қайта жөндеді. Отынды бұтап тау қылып алған. Әйтеуір атам мен әжемнің ошағының басына ұсынықты адам келгені бірден байқала бастады.
Мен де Ергешбайдың шамам келгенше көмегімді тигіземін. Қазір ешкімнен қорықпаймын. Әлі мен Мейрам түгілі жоғары кластағы балалардың өзі менен жасқаншақтап жүреді. Өйткені мен Ергешбай сынды алып ағам бар. Оның күштілігі соншама, алып машина бассам да, басса да өлмеген. Ақыры күміс әпкемнен хабарда келіп жетті-ау. Көптен бері хат жазбай қойған еді. Мен 1 класты аяқтайтын деп қалғанмын. 1 мамыр мейрамын қарсы алғанбыз. Қып-қысқа ғана орысша хат келді. Мазмұны мынандай екен: тез жетіңдер, күміс ауруханада. Мекен жайым көрсетіпті. Бұрын айтпай келген еді. Тағы да бұл орысша хатты басқа біреу жіберіпті. Атам, әжем, Ергешбай дереу жолға жиналды. Ертеңіне көкем, апам, Тайнұр және мен дүрдие өсіп қалған Тарзан күшік бәріміз оларды шығарып салдық. Мен қалай сағындым десеңші әпкемді. Сағынғаным сол емес пе? Біздің ауылға 3 келетін автобустың бірде-бірін қалдырмай күтіп аламын. Олар жуық арада келе қоймады. Тек каникулға шыққан күннің ертеңіне келді. Әпкем жоқ. Бірақ Науат әжемнің қолында кішкентай бөпесі бар еді. Үшеуі де көңілсіз. Келгісі келмеген ме деп сұрадым Ергешбай ағадан. Үндемеді. Үйге кірген соң әжем мені құшақтай қарлығын күнмен жылады. Әжем-ау, жыламаш. Бүйтіп жылайтының бір күміс әпкемді әкелмедің бе? Мен барғанда қойырда қоймай алып келер едім, дедім шіңкілдеп. Әжем одан сайын жылады. Жоқ, енді бізге күміс әпкең жоқ. Құдай оны бізге көп көрді ғой деп келе жатыр еді. Манадан бері тұқырая төмен қарап отырған 80 атам ақырып жіберді. Тәйт, жылама. Ана сәбиге кесірің тиер. Енді жыладың не, жыламадың не? Соғыс жұтқан 3 ұлың келді ғой ме? Күні түлен жылағанмен жоқ, Құдайға шүкір ет. Жамбасымыз қара жерге тигенше ана жаман немені аяғына мінгізіп кетелік. Шаңырағым ортасына түсіп 80 адам жойылды ғой деп ойлағанмын. Бұған да шүкір. Ертең бірдеңке болып кетсек, мына Ергешбай бар ғой, бұл да бір балам, шүкіршілік ет, деп орнынан ширақ тұрып далаға беттеген адам. Рас, әже, мен енді еш жаққа кетпеймін. Күмістің жоқтығын білдірмеуге тырысармын, жыламаңыз деп Ергешбай аға да тұрды. Жүр, Тайыр, көлге барып келелік. Өтірік, дедім айғайлап. Ергешбай сыртқа шыққан соң, өтірік. Күміс әпкем келеді, сөзсіз келеді. Көлге қарай құлан-перен жүгіріп келе жатқанымды білемін. Аяғым әлде бір түбіртекке соғылды. Кім білсін, баяғы күміс әпкем қалаға кеткенде соғылған түбіртек пе екен. Әйтеуір аяғым қан қақсап шыр айнала ұшып түстім. Бой көтерген ыран бетімді, мойнымды қытықтады. Күміс әпкемнің оралмайтын есіме түскенде аяғымның ауырғаны сап басылып жүрегім шымшып кетті. Жылап жатырмын. Аяғымның ауырғанына қарамай жерді тепкілеймін. Аз жыладым ба, кім білсін, көп жыладым ба, кім білсін. Әлде бір уақытта әулетті қолдар мені жерден тік көтеріп алды. Жылама, Тайыр, жігітсің ғой сен. Жігіт адам жыламас болар. Мен де жылағым келіп тұр, бірақ шыдау керек. Өйткені біз жігітпіз. Мен саған дос болдым. Енді күміс әпкең орын жоқтатпайтын ағаң боламын. Мақұл ма? Жыламаш енді, жыламаш. Ергешбай аға ғой, өксігім басылмай ықылық атамын. Сөйтіп жатып соның жүзіне көзім түсіп кетті. Жас тамшылар беттерін айғыздай ақты да менің бетіме тамды. Ал мен іштей күбірлеп сөйлеп келемін. Сау бол, әпке. Мен сені мәңгі бақи ұмытпаймын. Ергешбай аға, сіз де ұмытпайсыз ба, дедім дауыстап. Ол көз жасын сүртпеген күйі басын изеді.